Қайырлы таң, баршаларыңызға құрметті менің отандастарым. Бүгін биткоиннің сіздерге бір биткоиннің теңгеге шаққанда қанша екенін көрсетіп жатырмын. Міне 30.916.808 теңге бір биткоин. Енді осыдан 14 жыл бұрын 10.000 биткоинға біреу пицца сатып алған ғой. 10.000 биткоинға қараңыз. 10.000 бүгін как раз биткоиннің жаңағы пицца сатып алған мейрамы криптоэнтузиастерде. Енді мына жерде мынаған жаңағы қанша цифра шыққанын өздеріңіз көріп отырсыздар. Ой, миым жетпей кетті ғой мынаған. 1, 2, 3, 309 миллион шықты. Дұрыс па? Міне 309 миллион бүгінгі таңда. Бүгінгі таңда 10.000 биткоинның құны, қараңыз, 309 миллион. Дұрыс. 309 миллион 168.080 309 миллиард. Бәсе? 309 миллиард 168 миллион 083.200 шықты. 10.000 биткоинның құны. 309 миллиард 168 миллион 083.200 шықты. Биткоин вообще нарыққа 31 октябрь 2008 жылы шығады. Интернет нарығына Сатоши Накамото шығарады. Содан кейін бірінші транзакция деген мына кошелектен мына кошелекқа аударылды дегенді білдіреді. Ол январь айында 2009 жылы болады бірінші транзакция. Ал бірінші мәрте қызмет түрін, яғни жаңағы осы биткоинға пицца алынатын уақыт, яғни біреу пицца сатып алады ғой, осы сонда биткоинның құны цент болып тұр ғой енді. Қазір оны да жазып интернеттен тауып аламыз. Ең бастысы сол кезде пицца алуға 10.000 биткоин жаңағы 10.000 биткоинді пайдаланады. Ал енді сол кездегі биткоинді ол пицца жемегенде, оның пиццасы бүгінгі таңда 309 миллиард 168 миллион 083.200 теңгеге түсті да. Яғни жылдан жылға оның жеген пиццасының құны қымбаттап бара жатыр. Бүгінгі таңда бір биткоинның бағасы 30.916.808. Өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай, биткоин жылдан жылға өсіп жатыр. Яғни осы саланы меңгеруге әрекет жасағысы келген адамдарды осы саланы үйретуге әрине дайынмын.